Опа, так, сағат қанша болды екен? Опо, сағат түскі 3 болыпты ғой. Так, қой, далаға шыға, құрысын жата бермей беліміз құрсып қалатын болды ғой. Айтпақшы, ауылдың мері бағана жиналыс жасайын деп еді ғой, соған барайын. Именно мен керек екенмін. Тез бару керек онда. Ема, уже жителердің барлығы жиналып қойыпты ғой. Так, ема. Так, ой, уже бүкіл ауылдың бүкіл ауылдың так, жетел артыр қазына тұрып алайын. Так, что-то мэр, айта бер. Тыңдаңыздар. Бүгін ауылдан адамдары тыңдап алыңыздар. Бүгін кешкі жақын түнде біздің ауылға зомбилар шабуыл жасайды. Сондықтан да үйлеріңізді қорғаңыздар. Болды, жетел смело қорғаймыз ғой үйімізді. Так, енді жиналыс бітті деген ойдам, ал енді үйге барайық енді. Так, ё-моё. Бүгін ауылға зомбилар шабуыл жасайды дейді. Ё-моё, не істесем болады екен? Үйімді тек қана лавамен қоршайтын секілдім ғой. Так, алмазын жетел үйінде екен. Алмазын жетелерге бәрібір секілді ма, бір бәле ғой. Так, мен жақтан қоя тұрыңдар. Мен далаға шығып келейін қазір. Так, ё-моё, мені мэр шақырып отыр дейді. Что-то не дейді өзі мэр? Ё-моё, тағы да ауылға зомби шабуыл дейтін ба? Что там, жетел кіре берейін ба? Ой, жетел деппін ғой. Келдім сұрай мэр. Так, мэр, айта бер, мені шақырыпсың. Олжас, мен саған ауылды қорғауды тапсырамын. Өйткені мына жетелдер дым шықпайды, дым істемайды бұл жетелдер. Сондықтан да ада сандықтың ішінде не бар, бронялар бар, соларды ал. Жарайды, жетел смело ауылды өзіме қорғап шығамын. Ары кетсе, азғантаяқ зомбилер келетін шығар. Мәссаған, мына жерде зачаровальный незервити бронялар бар екен, незервити меч бар, ема щит, садақ, барлығы бар. Оны жақта керектігінің бәрі бар. Так, мына барлығын үстімізге киіп алайық. Так, былайынан сандықты ұстап алайықтан, ана қолымызға ұстап алайық щитті. Так, все, что там жетел? Сиқыр ма жетел? Мэр? Боран болып тұр ғой, боран. Болды онда боран болса мен смело қорғап шығамын. Мынандай мен болды жетер. Ойбай, жетел деп кейжім сұрайым. Мэр, жарайды, мен смело қорғап шығамын ауылды. Так, все, болды. Біз өзімізге керектілерді барлығын алып алдық. Как раз менде бұндай заттар жоқ еді негізінде. Так, есікті хоп еткізіп жауып қоямыз. Так, ал енді мына жақтағы заттардың барлығын өзіміздің сандыққа салып қояйық. Зомбилер келген кезде қолданатын боламыз. Так, броняларды да шешіп, щитті де шешіп салып қоятын боламыз осылайынан. Так, все, болды. Ал енді тек қана күту ғана қалды. Жоқ, күткенде мен мына жерлерді хоп еткізіп креатив албаған соң өмірден тегін. Так, все, болды. Ал енді мына жерлердің барлығын қазып лаваға толтыру керек енді. Ё-моё, қазір мына тасты жандарына қою керек. Шөптерін барлығы өртеп кетеді ғой, сондықтан да тасты албаған болатымын. Сатықта қоры жоқ деген сияқты. Так, ё-моё, мына жерде жер бітіп қалады екен. Жерде бітіп қалса, так, мына жерлерді сындыру керек. Осының лаваның шеттеріне осылайынан тас қойып шығатын боламыз. Сол кезде шөптер өртенбейтін болады. Мінекей қол салынан әбәдемі қылып қойып шығатын боламыз. Так, мына жерден сындырамыз. Все, болды. Осы жерге тасты қоятын боламыз. Хоп. Мінекей әдемі. Так, мына жерлерге де екі-екіден қоя салайық. Осы жерге де қоя салайық. Так, сындырып тастаймыз. Бұлайынан мінекей әдемі болды. Так, ал енді мына жер қателеу болып тұр екен. Осы жерден осыны сындырып. Так, жақтан екеу болса, онда мына жерден қояды екенбіз тасты. Хоп еткізінде. Так, енді бұлайынан. Болды. Так, мінекей все болды. Әдемі. Так, ал енді осы жерден екеу арасын екі размерден қылатын боламыз. Өйткені зомбилер секірамайды olan размерін үлкен қылып керек емес. Сондықтан да осыны кішкентай екі размерден істей беретін боламыз. Зомбилер шымды секірамайды. Зомбилер чорт қылып зомбилер. Тек мутант зомби болмаса, енді мутант зомби кемейді деген ойдамын. Енді мутант зомбилерді мен алдыңғы бөлімдерде видеоларды мен оны жоғалтып тастаған болатын. Мен оны еще бұрынғы мерақ деген. Так, мінекей сәл қалды, бітіп қалдым. Тек мына жерлерді ғана істесек болды. Так, осылайынан тастарды қойып шығамыз. Так, мына жерден екеу болса, мінекей ровно келіп тұр екен. Как раз осылайынан барлығын сындырып тастайық. Гравилердің барлығын енді осы жерге қойып қояйық.
И былайдан мына жерлерді сындырып до конца істеп тастайық. Так, осылайынан сөп, ойбай, так, сындырып тастаймыз, все болды. Так, мына огородым кетерге жасап тұр екен, размері біреу болып қалады екен, сонда да былайынан мейлі сындыра салайық, енді үйді қорғау керек болып тұр ал енді. Так, осылайынан енді осы жерден осылай болса, аха, все болды, ровно істеп жатыр екенмін. Так, енді мына гравилердің барлығын сындырып тастайын осылайынан. И былайынан осылайынан қойып тастайтын боламыз. И мынаны да сындырып тастаймыз. Енді көрші енді ренжімесін, енді үйді қорғау керек деген ойдамын енді. Қорғау керек деген ойдамын дегенде енді түсінеді деген ойдамын, жалпы айтқанда. Так, жарайды, ол ренжімейді. Так, осылайынан все болды мінекей. Так, ал енді лаваларды құю ғана қалды. Осылайынан ортасына дейін толтырып керек емес, өйткені зомбилер лаваға түскен кезде жүруі қиын болсын деп, осылайынан тек қана ортасына қоймаймыз, тек шет-шеттеріне ғана қойып шығамыз, өйткені екі жағы былайынан екі бір-біріне қарама-қарсы жүріп тұратын болса, сол кезде зомбилерге жүру өте қиын болады. Даже бір орында тұрып қалды, мүмкін болу керек негізінде. Так, мынандай шөптерлер негізінде бізге өте кедергі жасап тұр, сондықтан да сындырып алып істеу керек. Айтсаң, қазір лава деген үйме құйылып кетіп жатыр ғой. Так, енді осылайынан істеп шығайыз. Так, осылай. И болды, мінекей бітті. Так, тек осы жерлер ғана қалды. И, по-моему, біткен секілді. Я, мінекей, ал енді бізде үй без опасный болып тұр. Ал енді бізде үй деген өте керемет. Мінекей, так, міне лава деген әдемі сән беріп тұр ма? Ойбай, мына зомби ема. Қалай кіріп кетті мына зомби? Ё-моё. Үйден шыға салмым, сразу зомбилер шықты. Ема, так, зомбилер уже келіп қойған ба? Мәссаған, так, барлығын өзімізге алып алайық. Так, ойбай, шошып кеткен соң ғой. Ема, так, бәрін үстімізге киіп алайық броняны. Так, ё-моё, шошып кеттім, ё-моё. Так, бәрін өзіміз қолымызға алып шетті киіп алайық. Так, все болды. Ана изумруд не істеп жүрмін, қашан ағым мына изумрудты. Так, мына изумруд сақ қояйық. Так, все болды, ё-моё. Ішім ауырып жатыр, что-то ана зомби бірдеңе істеді маған. Так, мына зомбиді хоп секіреміз. Мә саған все өл. Так, ал енді қай жақтан бар зомбилер тағы да. Так, қана садақпен. Ойбай, мына жақта. Ё-моё, бір топ. Ойбай, кішкентай зомби. Так, ойбай, қаш. Ана кішкентай зомби өлтіреді мені. Айбай. Кішкене зомби өлтіреді мен. Так, мә саған. Мәйе өлеш жат. Так, мә саған. И мә деп бәсеш садақтың өзін зорғаттым. Так, сөй болды. Так, басқа қай жерлерде бар. Так, мен мына жақтарда хоп секіріп алайық. Мына жақтарда жоқ ба тағы да. Бәсе бар оны. Мен ана зомбиден көңіл күй түсіп кеткен, қараңдар. Тесбейтін сияқты маған. Ойбай, ойнап тесетеген. Так, ема, так, басқа қай жерде зомбилер бар өзі? Мәрді жақта жоқ екен. Ана жақта толып жүр ғой зомбилер. Так, мынаған бейтіп тұрып көзіп атсам тием екен. Мә, тиді. Жоқ, тиген жоқ, ойнап айтам. Так, мэр тығылмаса шықсай. Бірақ маған тапсырған екен, ауылды қорғауды. Так, ана зомбиді кеп, мына жақта толып атыр ғой, мә саған. Так, ё-моё, ананың есігін ашып қойдым. Так, кіріп кетпесін зомбилер. Так, ананың есігін тез жауып қояйық. Так, по-моему, зомбилер біткен сияқты, мына соңғы зомби сияқты. Бір удармен ғой. Так, все болды. Так, күн қақты өзі, ай батып атыр ма, күн шығып атыр ма деп кетті. Дым түсінбей қалдық қой. Мінекей таң атып келе жатыр екен уже. Так, ал енді үйге барып демалып алайық. Енді лаваларды ертең алып тастайтын боламын. Так, қойнан барлығын салып қойық. Бүгін шашадым мен зомбилермен қырылып. Бірақ зомбилер оңай болды, бірақ мен үшін шынымды айтсам. Так, так, хоп, даланы тағы да бір рет қарап шығайық. Ешкім жоқ екен. Так, ешқандай зомбилер. Так, ешкім жоқ екен. Ойбай. Так, яблоко. Так, все болды. Же.
Ё-моё, өліп қалуға шам айналғансың ғой.